күн суббота, воскресенье болатын. Ол күндері врачтар болмады, ешкім менімен сұхбаттасқан жоқ. Понедельник врач келген кезде мен врачқа өзімнің адвокатым бар екенін, қазіргі таңда қорғау нұсқамасы мен атыма шығарылғанын айтып түсіндірдім. Және де мені адвокатым іздейтінін айтқан соң ғана врач қорқып, күйеуімді шақырып, сол мәселе рас екен анықталғасын сразу шығарамыз деп шешті. 2 жыл бұрын бұл жағдай отбасылық жанжалдан туындаған болатын басы. Бұрынғы күйеуім жаңа бөлмеде жатқан жерінен өзінің достарымен келіп, бүкіл денемді, аяқ қолымды, аузымды скотчтап, машинаға салып, Шымкент қаласындағы психдиспансерге алып кеткен болатын. Ол жақта күштеп алып кіріп, маған ешкім сұраған жоқ, алып кіріп, мәжбүрлеп дәрілер ішкізді. Содан мен ол жақтан шығып, арыздандым. Бұл іс қылмыс құрамы жоқ деп 2 рет қысқарды. Күресуге тура келді. Содан ақыры айыптау үкімімен бүгін өзіңіз көргендей сот үкімі шығарылды. Қолданылған үй қамақ түріндегі бұлтартпау шарасы өзгертіліп, ол сот залынан дереу қамауға алынып, үкім заң күшіне дейін күзетпен ұсталынсын.